Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз интернеттегі авторлық құқық және плагиат ұғымы. Сабағымыздың мақсаты авторлық құқық және плагиат ұғымы туралы түсінік алу. Алдымен авторлық құқық және плагиат ұғымына тоқталып өтсек. Авторлық құқық дегеніміз не? Авторлық құқық автордың авторлық құқықпен қорғалған туындысын қайта шығаруға немесе басқалардың пайдалануына рұқсат беру құқығы. Плагиат латынша плагио ұрлау, ұрлық сөзінен келіп шыққан. Плагиат басқа автордың әдеби немесе ғылыми туындысын иемдену, шығарма үзінділерін өз еңбегінде авторын көрсетпей пайдалану деген мағынаны білдіреді. Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы және интернет желісінің тұрақты ұлғаюы пайдаланушылар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Қазіргі кезде интернетте рұқсатсыз көшірілген фильмдер, компьютерлік ойындар, музыка және компьютер программаларын тарататын сайттар көп. Бұл әрине осы өнімдерді жасаған авторлардың құқығын тікелей бұзу деген сөз. Авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға мыналар жатады: мақалалар, әңгімелер, журналдар, компьютерлік программалар және әдеби шығармалар, суреттер мен графиктер, архитектуралық сызбалар, әннің сөзі мен музыкасы, пьесалар және сценарийлер, кинофильмдер мен мультфильмдер, дыбыстық жазбалар жатады. Интернеттегі жарияланған шығармалардың авторлары өз туындыларын жеке пайдаланушылардың қолданғанына қарсы болмайды. Мысалы, пайдаланушы бір суретті еш рұқсатсыз көшіріп алса да, авторлар оны авторлық құқықтарын бұзу деп санамайды. Бірақ суретті пайда табу мақсатында көшіріп алып таратса, бұл біреудің зияткерлік меншігін рұқсатсыз пайдаланып, пайда тапқан болып саналады. Цифрлық технологиялардың бүгінгі даму жағдайы гиперсілтеме ұғымын күнделікте қолданыстағы негізгі ұғымның біріне айналдырды. Бірақ әлі күнге дейін интернетте электрондық құжаттар арасындағы байланыс үшін гиперсілтемелерді пайдалану заң жүзінде нақтыланған жоқ. Мысалы, интернеттегі бір сайтта жарияланған қандай да бір автордың повесть, роман немесе басқа да әдеби туындысын гиперсілтеме беру арқылы басқалардың да осы сайтқа кіруіне және оқуына мүмкіндік жасаймыз. Осылайша автордың сайтына сілтеме жасай отырып, сол автордың туындысын жарнамалаймыз. С таңбасы кез келген туындының авторлық құқықпен қорғалғанын көрсетеді. Бірінші суреттегідей. Егер автор сайтқа осындай таңбаны қойса, пайдаланушыға сайтта жарияланған электрондық туындылардың авторлық құқықпен қорғалғанын хабардар етіп отырады. Мысалы, интернеттегі сайттарда орналасқан кез келген поэзиялық немесе прозалық шығарманы өз сайтыңа немесе басқа сайтқа өз авторлығыңмен жариялай салу өте оңай. Бірақ мұндайды заң тілімен айтқанда плагиат, яғни ұрлық дейді. Енді оқушылар, естеріңде сақтап қалыңдар. Интернеттен алынған деректерді немесе туындыларды пайдаланғың келсе, онда міндетті түрде оның авторына сілтеме жаса. Егер бұл туындыларды коммерциялық, яғни пайда табу мақсатында қолданатын болсаң, онда автордың келісімін алу керегін есіңден шығарма. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ал енді сендерге тапсырма. Авторлық құқық және плагиат ұғымына мысал келтіріңдер.